Жалғастырамыз. Облыста Сібір жарасы тіркелмеді. Дегенмен арқаны кеңге жаюдың қажеті жоқ. Себебі Маңғыстау мен Түпқараған аудандарының кей жерлерінде оның ошақ көздері бар болуы мүмкін дейді мамандар. Осы ретте малдардың ауруға шалдықпау үшін ветеринарлар 4 түлікті бірдеңгелету қажет деп отыр. Толығырақ әріптесім Сағира Өтепқызы әңгімелеп береді. Мына 30-шы шағын аудандағы Мағаш базары. Өздеріңіз көріп тұрғандай 4 түліктің өнімін саудалап жатқандардың қарасы көп. Бірі сиыр етін, енді бірі тартылған ет алып саудагерлердің саудасын жүргізіп жатыр. Көршілес Қарағандыда болған жағдайды естісе де, тұрғындарда алаңдаушылық байқалмайды. Қарағандыда болған жағдайды теледидардан көріп естідік. Алайда біздің жақта онда оқиға тіркелді деп естімедік. Сондықтан алаңдауға негіз жоқ. Бірақ сақтықта қорлық жоқ дегенде тексеріс жұмыстарын жүргізу керек. Рита Жүсіпова 10 жылдан бері осы сауда түрімен айналысады. 4 түліктің етін Оралдан арнайы тапсырыспен алдырады екен. Тәжірибесінде Сібір жарасы індеті кездеспепті. Құжаттар күнделікті барлығымызға беріліп тұрады. Врачтар осы есілі дұрыс болмаса өздері жауап береді осыған. Етіміз мясо комбинаттан тексеріліп келінеді. Таза бәрі. Машинамыздың іші де таза келеді. Врачтар талағын, бауырын, өкпесін бәрін тазалап, қарап ішін, қандарын, құрт жоқ па, тас жоқ па, соның бәрін тексеріледі бәрі. Тексерусіз біз алмаймыз, врачтардың қағазымен келіп. Бүгінде қалада 4 мал сою пункті бар. Олардың бәрі де зертханалық лабораториялармен қамтылған. Біз солардың бірінде болдық. 4 түліктің өнімі сауда нүктелеріне жіберілмес бұрын алдымен оларға зертханалық талдау жасалады екен. Үстіне краскасын жағып, содан кейін микроскопқа салып қараймыз. Микроскопқа салып қарағанда еттің жарамдылығы болғанда ол қызыл түс беріп тұрады. Мына жерде қарасаңыз қызыл түс ет көрініп тұр мына неге. Ал егер онда бір подозрение болатын болса, бұл көксіветке келеді. Жаз мезгілі Сібір жарасы індетінің өршитін уақыты. Сол үшін ұсақ әрі ірі қараның бабын жасап отырған шаруашылық иелері 4 түлікті бірдейлендіру қажет. Бүгінде ветеринария станциясының дерек базасынан тіркелген 4 түліктерді вакцинациялау көбінесе көктем мезгілінде жүргізіледі. Бұл аталған індеттің алдын алудағы ең негізгі жол. Жіті түрде өтетін малдар арасында жұқпалы ауру. Бұның үшін әсіресе түйе малында бұл қарашелек деп аталады. Мына жылқы малында жамандат деп аталады. Қой малында топалаң, ешкі малында кебенек, және осындай мал ауру түрі адамға да жұғады. Адамда түйнеме күйдіргі түрінде деп айтылып отырады. Бұл ауру, яғни малда өте жіті түрде өтеді. Әсіресе сиыр малы тез арада өледі, жайылымда. Сондықтан бұл жағдайда сақ болу керек өте. Енді мына әсіресе ауырған малдардың негізгі белгілері өте қалшылдап, жығылып, температурасы көтеріліп, және сондай-ақ бұлардың аузы мұрнынан қанды көбік ағып, жатқан жерінде тез арада өліп кетеді. Мал сою пунктінде жұмыс сағат таңғы 3-тен басталады екен. Ал мамандар осы лабораторияда жұмыстарын таңғы сағат 5-тен бастайды. Яғни біз күнделікті тұтынатын 4 түліктің етін осы жерден арнайы микроскопиялық тексерісті өткізіп саудаға шығарады. Бүгінгі тексеріс нәтижесі бойынша еттерді ешқандай мін жоқ, саудаға шығаруға рұқсат деген қағаздарында жазып берді. Демек, облыста бұл мәселе бойынша жағдай тұрақты. Алаңдауға негіз жоқ. Дегенмен, әлеуметтік желі қолданушылардың арасында WhatsApp арқылы бір-біріне мынадай фотосуреттер жіберіп, біраз шу шыққан болатын. Алайда мамандар ет сатып алған кезде саудагерлерден еттің жарамдылығын дәлелдейтін құжаттарды талап етуді ескертеді. Сағира Өтепқызы, Бейбіт Нұрсейіт, жаңалықтар.